Армысыздар, қадірменді тыңдармандарым. Бүгінгі көгершін атты әңгімені соңына дейін тыңдап, лайк басып, комментарий жазуларыңызды өтінемін. Көгершін. Күз. Күн шайдай ашық. Алматының оқтай түзу көшелерінің бірінде орта бойлы, қыпша бел, қарақат көз, қыр мұрынды, ашаң жүзді қыз қолындағы үлкен қара чемоданды терлеп-тепшіп әрең көтеріп келеді. Жол бойы жағалай өскен қайың емен тал-теректердің сарғыш тартқан жапырақтары ұшып, жүрген көбелекке ұқсап қалқып барып жерге қонады. Бір кезде алдыңғы жағынан қарсы ұшыра кеткен сұңғақ бойлы әдемі жігіт, «Қарындас, көмектесіп жіберейін», деп күлімдеп, қыз қолындағы чемоданға жармаса берді. Қолы талып келе жатқан қыз қарсылық көрсете қоймады. Жігіт жөткірініп алды да жуан даусымен сөз бастады. «Атым Мұрат, Қазақ мемлекеттік университетінің тіл әдебиет факультетінде оқимын. Өлеңдерім республикалық газеттерге жиі жарияланып тұрады. Мүмкін оқыған да шығарсыз», деп желдей есіп келеді. Ал қыз болса, ақын болса ақын шығар, олардың осындай сөзуар болып келетін әдет емес пе, деген оймен оның сөзіне онша мән бере қоймады. Өзінің 7 атасына дейін таныстырған жігіт енді сіздің кезегіңіз дегендей бұған жымия қарады. «Есімім Көгершін. Қыздар педагогикалық институтының 3-ші курсында оқимын. Оқуыма асығып келе жатқан бетім ғой», деді сыпайы ғана тіл қатып. «Жүзіңіздің ауырлығына қарағанда ауылдан келесіз-ау?» «Иә, жаңа ғана пойыздан түстім». Таныстықтың қызуымен олар үлкен қақпалы 2 қабат еңселі ақ үйдің алдына келгенде бірақ іркілді. «Ағай, рахмет сізге. Мен осы үйде пәтерде тұрамын. Кіріп, ауылдың дәмінен ауыз тиіңіз», десе де қыз ішінен «Кірмей-ақ қойса екен, өзі жолсоқты боп шаршап келгенде дем алудың орнына тағы да мылжыңдап мазамдалатын болды-ау», деген ойда тұрған еді. Соны сезгенде жігіт еппен жымиып, «Рахмет, асығыспын», деді алақанын кеудесіне басып. «Ертең театрға баруға қалай қарайсыз?» Мұқағали Мақатаевтың «Дариға жүрек» поэмасы бойынша спектакль өтіп жатқан көрінеді. Ақ көңілі ақтарлы аңқылдаған бейтаныс жігіттің көңілін қимаған Көгершін «Қалауыңыз болсын» деген сөздің аузынан қалай шығып кеткен өзі де байқамай қалды. Театрдан шыққан қыз бен жігіт қою қара түннің құшағында үн-түнсіз жүріп келеді. Күзгі салқын самал баяу есіп тұр. Әр жерде көше шамдары жарқырайды. Айнала жым-жырт. Бір кезде осынау мүлгіген тыныштықты бұза жігіт ақырын ғана: «Спектакль ұнады ма?» деді қызға жақындай түсіп. Әрине, поэмадағы мына жарық дүниеге ғашық жанның тебіренісі кімді де болса бейжай қалдырмасы анық. Иә, Мұқағали сыршыл да сезімтал ақын ғой. Сондықтан ба, әлде өзімнің ақын жанды болғандығымнан ба, оның өлеңдеріндегі шымырлаған сезім, тепсінген ой, бір уақ мұңға батырып, қайтадан көңіл сарайын ашып, серпіп тастайтын мақамды лирикасы ылғи да жүрегімде жатталып қалады. Бір ғана махаббат диалогын алайықшы. «Бұлдырасам сағымдай нетер едің? Жел боп қуып ақыры жетер едім. Қайға келсем басыңа нетер едің? Қойшы сәулем, бәрін де көтеремін. Айтшы өзің, ғажап емес пе? Лирикадағы сезімталдық пен қалтқысыз көңіл әуенін айтсаңшы», деді Мұрат шабыттана сөйлеп. Сықылықтай күлген Көгершін сүрініп кетіп құлап түсе жаздады. Жігіттің де күткені осындай сәт еді. Сүйемелдеген болып құшағына тарта берді. Түн. Жұлдызы самсаған аспан астында қолтықтасқан 2 ғашық жаңа жауған ұлпа қарды нығыздай басып келеді. Бір-біріне көз қиықтарымен еркелей қарасып,
естілер-естілмес дауыспен күбірлесіп те қояды. Жалғыз өскен алып еменнің түбіне келіп тоқтаған олар бір-біріне жабыса түсіп, біраз уақыт үнсіз сүйісіп тұрды. Кенет көгершін еппен басын шалқайтты да жігіттің көзіне тура қарап: «Мұратик, сен мені шын сүйесің бе?» деді наздана. «Айым-ау, о не дегенің? Мына жалғанда сенсіз маған дүние тұл, тіпті саған арнап жүрегімнен жырда тудырғам. Тыңдашы. Теңіз болып арнасынан тасыптым, қайда жүрсем бір өзіңе асықтым. Біле білсең арманымның ақ құсы, мен өзіңе ғашықпын». Көздері күлім қаққан көгершін қолдарын жігіт мойнына артқан бойы елжіреп келіп қомағайлана сүйе берді. Көрік қандай, ой қандай, ақыл қандай, нағыз сегіз қырлы бір сырлының өзі. Бұрыннан арман еткенім, шырақ алып іздегенім осындай пысық жігіт емес пе еді, деді қыз ішінен өзіне өзі разы болып. Сол бетімен Мұратты қолынан жетелей отырып, өзі тұратын бөлмеге алып келді. Бұнда да бір төсекте жатқан екі ғашық таңды көзбен атырды. Таң қылаң бере орындарынан тұрған олар үйленбекші болып сөз байласты. Мұрат ауылына той қамымен жүрмекші болып, көп ұзамай келетінін айтып кетіп қалды. Арада сағынышты күндер мен айлар жылжып өтіп жатты. Қаһарлы қыс өтіп, жылауық көктемде шақты. Жер жүзі көгере бастады. Жаздың жаймашуақ күндерінің бірінде толғағы ұстаған жас ару ауруханаға түсіп нәрестелі болды. Ақынның келмейтінін сезген ол сәбиін арқалап іздеу сала бастады. Жігіт оқимын деген оқу орнына келіп шағым жасады. Ондағылар ондай адамның оқымайтынын, тіпті оқыған да еместігін айтты. Алданғанына енді көзі анық жеткен көгершін: «Бәріне де өзім кінәлі. Ақынмын дегеніне сеніп жүре беріппін ғой мен пақыр. Алдартыңды ойлауға мұрша бермейтін албырт көңіл қайран жастық-ай», деп өкінді өзегі өрт болып. Осымен әңгімеміз аяқталды. Әңгімені соңына дейін тыңдап, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.